үлкен мәселелер қаралды. Енді ойладық, Әл-Фараби бабамыздан бастадық. Енді балалар Абай атамыздың қара шаңырағына келуге тиісті. Біз енді тіл туралы мәселе қозғап, тіл туралы байқау өткізіп жатқаннан кейін Абай атамыздың қара шаңырағының астында жиналайық. Сондықтан мен бүгін осы іс-шараны өткізуге жағдай жасап, бізге осы залды беріп, мына зумды қосып, барлық қызметкерлерін ұйымдастырып отырған осы университеттің, яғни Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректорына, ол кісілер бүгін үлкен жиналыс болып, келе алмай қалып отыр. Ректордың өзі Біләл Дархан Нұрланұлына үлкен алғыс айтамыз. Және осы жиналысқа уақыт тауып, Бөрібаев Ермек Әбілтайұлы осы ректордың университеттің ғылым жөнінде проректоры келіп отыр. Ереке, көп рахмет сіздерге. Мына осы іс-шараға жағдай жасап жатқандарыңызға, сондықтан бірінші құттықтау сөзді өзіңізге ұсынайын. Дұрыс. Саламатсыздар, құрметті ұстаздар, саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, құрметті оқушылар. Бәріңіздің жаңа Әділхан Төлегенұлы айтып кетті, осы Қазақстанның қара шаңырағы Абай атындағы ұлттық педагогика университетке қош келдіңіздер деймін.